Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз грушадан алмұрттан, яғни өте дәмді жұмсақ болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен грушаның сыртын ашып алатын боламыз. Және де барлығын видеодағыдай майда төртбұрыш тығып турайсыздар. Ингредиенттің көлемін әдеттегідей описание бөліміне жазып өтетін боламын. Кейіннен ыдысымызға жұмыртқамызды салатын боламыз. Миксерлейтін боламыз. Қант саламыз. Және сливочный масло құятын боламыз, ерітілген. Ұнымызды бірден салмай, ақырын салып тұру арқылы міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Және де кішкентай қасықпен разрыхлитель салып, қою тесто жасайтын боламыз. Кейін туралған грушаларымызды салып, араластыратын боламыз. Духовкамызды 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. Солай формамызды сливочный масломен майлап алып, тестамызды салып тегістеп аламыз. Мен сәндік ретінде осылайынан грушаны жұқалап тура бетіне қойдым. Ол өз еріктеріңізде. Кейін духовкаға 30-35 минутқа пісіріп алдым. Және де шпажкамен тексерсеңіздер болады. Піспеген груша тұрған жақты да шпажкамен тексеріңіздер, өйткені астының пісуі қиынырақ болады. Міндетті түрде солайынан тексеріп алыңыздар піспегендігін. Солай біздің пирогымыз дайын болады, қыздар. Ас болсын. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.